Сосын жасым 25-те еш жерден шықпайтын, еш әрекет жасамай өмірлік Алла жібереді деп үйден күтіп отыру дұрыс па дейді. Мысалы, жасы пәленге жетсе де қыз бала үйден шықпай, Құдай маған береді деп жату дұрыс па, немесе не дейді анау, жасан түсен қылып, әдемілеп, жігіттердің арасында жүріп, немесе не қылу керек дегендей ғой. Рас, исламның осы жағындағы көзқарасы қандай болады дейді. Ер балаға да, қыз балаға да айтылатын мәселе. Қыз бала болсын, ер бала болсын, бауырлар, қыз айттыру мәселесінде мынау елдің ішіндегі реклама деген бар өзі. Сол жеңгелерге тілі ұзын, мен ешкімге айтпаймын, бірақ бәрі білет деген азаматтарға айтып қойсаңыз, өз рекламасы жетеді жұрттың бәріне. Сосын қазақта сөз бар, тесік моншақ жерде қалмайды дейді. Ол керек зат ше, еш жерде қалмайды ол. Ол жердің түбінен болса да керек адам тауып келеді. Екі мәселе, жауабым екі түрлі болсын. Біріншісі, рызық несібені Құдай тағала береді. Сондықтан кейде бір адам сұрақ қойыпты. Мен бір кезінде сіздерді Алла тағала жұп-жұбыңызбен жаратқан деген аятты айтқан кезінде осы мәселені айтқан екен, мен кейбіреулер бүйтіп айтып жатыр дейді. Арекең айтып қойған, қыздарға, балдарға айтып қойған, Алла тағала саған бір жұп қарыз деген, сонда Алла тағала қарыз ба, қалай бұл ақидаға қалай дейді. Сонда ақиданы соншалықты қуып кеткен азаматтың ауруы ғой бұл енді. Сол ақида мәселесін шілей оған дейін қуып кетсеңіз ауру болып қаласыз, шілей үйте бермеңіз. Жеңіл қарасаңызшы, өз айтылған сөз қарапайым түсінікті тұр ғой өзі. Құдай тағала сізге қарыз деген мағынада әйтеуір береді дегені. Бермесе, онда иншалла жәннатта береді ғой, бұл дүние бермесе. Сондықтан бәрін жұбымен жаратқан. Жұбыңыз Құдай сақтасын, дозақы болмасын. Ал енді өзіміздің мәселемізге келсек, біріншіден қыз бала болсын, ұл бала болсын, мен жүріп көрейінші, танысайын, болмаса жанұям дейтін болсаңыз, бекерді айтыпсыз деймін. Өйткені сіз біріншіден кешіріңіз, жасыңыз 18-ге келе салып, адам танитын, өмір танитын ешкім емессіз. Осы жерде отқан көкелерден сұраңыз сенбесеңіз. 18 жасар бала, мен адам танимын, бір қарағаннан араласа саламын, көре саламын десе, мына жерде отырған 50-дегі кісілер күледі. 18-дегі бала сөйтіп айтып жатыр енді. Мен бұны әжептер 18-ге толды ма десем, бұл әлі не екен ғой деп. Не дейді ана, мечтатель дейді ме, фантазер екен ғой дейді. Кешіріңіз да, жастыққа салынбаңыз. Сіз өзіңіз ойлаңызшы. Кездесуге қыз бен жігіт бара жатқанда қалай барады, айтыңызшы. Бүкіл жақсылығын көрсетіп барады. Дұрыс па? Жамандығын сол жерде жасырады. Ол жоқ болады сол жерде. Барлық мінезі де көмпіс. Мынандай қылайық, болды. Анандай қыл, ой, күшті, мен саған аспандағы айдап берем, уайымдама. Ол таныс анау айдың жанында өзіміздің рулас кісі отыр ғой, көкеме айта салам, айды сразу шешет, алдыңа қойып қоямыз. Ол оңай дейді. Ертең үйіне көресіз ғой, кәсім шалбар, оказывается, жолдас баласының келген, үстіндегісі, туфли, соседінің келген, сондай болып шыға қалады ертең. Сондықтан, бауырлар, жел сөздің ұзындығы көп, бойдақ адамның ақымақтығы көп деген сөз бар. Сол сияқты ол бойдақ болғаннан кейін, екі адам ақымақ болғаннан кейін айта береді. Мен қатырамын деп. Сол үшін бізде қазақта баяғыда ата-ана шешетін. Ата-ана өмірді көрген, әптен басын қабырғаға соғып болған өзі. Кіммен араласатынын, кіммен қалай жақын алысын көреді ол кісі сәл болса да. Сол үшін алатын қызыңыз болса да, қыз бала, ер баласы болса да, ата-анасына айтып, сол кісілерді ортаға қойса, ол кісілер ортада өздері шешеді. Мынау болатын жер, мынау болмайтын жер деп. Егер ата-ана шын әділетті болса, ол мәселенің бірі. Сондықтан үйленем деген адам міндетті түрде ата-ананы, жасы үлкен адамды араластырмай, қыз іздемей-ақ қойсын. Бекерге ертең көрдік қой, 8 жыл, 10 жыл жүріп, 10 күн тұрамай ажырасып кетіп атқандарын. Сонан соң, екінші ұшы таяқтың Алла тағаланың несібесі деген бар, бауырлар. Бірақ осы несібені расында да әлмәлу қатту мәхәмә ли талибин минәссәмә ли күлли шәйин сәбабу деген сөз бар шайырдың. Аспаннан мал ағып келмейді, үйде жатып алып маған бер десең. Оны әрекет қылу керек. Сол сияқты әрекет болғанда да
ислами әрекет болу керек. Ибаменен, былай айтқанда, исламның шекарасыменен. Яғни ұят емес, қыздың аға інілері, немесе әкесі мынау жарамды күйеу бала деп көрген адамын соның ағайын туысы арқылы айттырып, анау балаға айтыңдаршы, біздің үйде қыз бар екенін, келіп көрсінші десе, еш нәрсе қылмайды ол. Қайта ондай күйеу баланы жібермеу керек болады. Сондықтан ол ар намыс емес, қыз жағынан барып, бір жігітті көріп қалса, жақсы жігітті, немесе әкесін көріп тұрып, баласы сондай, не дейді енді, бір керемет болып көңілінен шығып тұр, мынау біздің қызды алса, біздің үйге күйеу бала болса екен десе, онда соны сыртынан жақауратып айтқан тамаша болады. Ал екіншіден енді оны түсінбейтін ата-ана болса, әлбетте ақымақ ата-ана, өйткені қызың бой жеткенде ерге беруге асық деген сөз бар. Аға інілері сол ағайын туыстарын ішінен іздеп жүріп, дұрыстау деген, белгілі деген, жарамды деген жерден сол күйеу бала өзіне немесе жезде тапқаны дұрыс болады. Бұл өте жақсы нәрсе. Дәл сол сияқты керісінше, ұл бала да қыз іздегенде білген жерден, таныс жерден, көргенді жерден іздегені нұр үстіне нұр болады. Ал енді бұйрық болып қалғанда Құдайдың тағдыры келсе, сөйлесесіз, кісі тілдескенше, ат кісінескенше деп айтады. Сондықтан егер танымайтын жерден құда түсіп отса, ата-аналар бір-бірін сынап көріп сөйлеседі, сұрастырады, сосын ағайын туыстарынан, пәленшеде кімді, қандай адамдар өздері дейді, осындай дейді, сомен жарамды болса болды деп сөз байласа береді. Сондықтан қай халде де үлкенді араластырыңыз. Екіншіден, Алланың несібесін ұмытпаңыз. Алла сіз түкпір тамның ішінде ең бұрышында жатсаңыз да Құдай несібеңізді береді бір күні. Құдай несібеңізді береді. Бермеді ма? Оған да қуаныңыз. Өйткені көріп жүрміз өзіміздің әпке қарындастарымызды. Әйтеуір күйеуге тием деп күйеуге тиді. Ол бейшара алқаш, анда-санда әйтеуір еркектік қызметін істеді, істемесе ол да жоқ. Әйтеуір біреу үйде. Құдай біледі балаларын кімнен туғанын, Құдай сақтасын. Сондықтан сондай еркектің болғанынан болмағаны одан гөрі ол қыздың бойдақ жүргені жақсы. Немесе ананда еркектер бар, түрмеге жатып, немесе күніге арақ ішіп кеп, күніге концерт көрсетеді. Тегін концерт, рахат. Сағат 7 болады, кешке жақын есті теуіп кіреді да, о шіркін, сағат 1-ге шейін, ұйықтағанға шейін анау концерт қой. Тегін, рахат, неше түрлі, ортада өлең айтылады, би биленеді, бокс болады, бой без правил басталып кетеді бір уақытта. Не деген тамаша нәрсе, бәрі бар ішінде. Сондықтан ондай еркектің болғанынан болмағаны жақсы. Ұзын сөзін тобықтай түйіні, ұл қыздарға, осындағы отырған бойдақтарға, бауырлар, мен қызды көшеден табам екен, интернеттен сөйлесіп, ақти-ұқти деп сөйлеседі екенмін деу, бұл бекер нәрсе, бауырлар. Бұл біздің діннен емес, ислами сауатты түрде барыңыздар. Ағайын туыс, таныс, жекжат, жұрағат, осылардың арқылы барыңыздар, табыңыздар. Алла берекесін берсін.